бағалау арқылы сізді мысалы өзіңізді бағалайсыз. Орташа дейді. Кәне кім қорықпайды, кім батыл? Жанел келе ғой. Өзін бағалауға. Жақсы, өте жарайсың. Кел Саша. Тез балалар жұқпама соқта. Кереметі жарайсың. Тез кел. Бір-екі лучше шабыр, мықты деп жарайсың. Кел Айғанша. Жақсы бала. Так, үйге тапсырма балалар. Тез. Так, кітаптарыңызда 126 бетте 5-ші тапсырма сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер мәтін құрайсыздар. Алтынемел туралы. Осымен бала сабағымыз аяқталды.